Сәлем достар, менің влогымның екінші күні, яғни апталық влогтың екінші күніне қош келдіңдер. Менің арнама және менің жаңа влогыма. Қазір сағат менде 5:30. Мен әдейі осындай уақытта тұрдым. Өйткені мен қазір әдебиеттен жаттап жатырмын. Осыны жаттап болғаннан кейін киініп, сосын мектепке шығатын боламын. Үйден шықтым және қазір сағат 7:30. Мен именно дәл осы уақытта шықтым. Бүгін бізде 8 сабақ болады. Мектепте түсіре алғанымша түсіремін. Түсіре алмасам, енді мектепте аз түсіремін әрине. Мен кішкене жарық жерге келдім. Дала бүгін әрине қыс болғасын салқын. Мен қазір Жасымдаға бара жатырмын. Сабақтан шықтым және мен үйге келе жатырмын. Мен сабақта ондай көп видео түсірмедім, себебі түсіретін уақыт болды, бірақ мен білмеймін, түсірген жоқпын. Өйткені кешеде сабақты түсірген болатынмын және қазір мен үйге келіп қалдым. Мен сабақтан мана келдім, қазір сағат 4:30 болды. Мен қазір бүгін біз киноға барамыз. Бизнес по Казахски-Ге в Африке дегенге. Біз оған көптен бері барған жоқпыз. Яғни мен күтіп жүрдім, бірақ қолым тимеді, немесе билет болмады, немесе билет қымбат болды. Және бүгін супер вторникта барамыз, билет болса. Және қазір мен жайлап шығамын және Ерланға барамыз, сосын Ерланмен бірге Таркаға барамыз, сосын Таркада Данярмен кездесіп билеттерді алатын боламыз. Және достар, менің комментариямда көп адамдар сұрайды, сен үйінде жалғыз тұрасың ба, анау мынау деген сияқты. Жоқ, мен үйімде жалғыз тұрмаймын. Мен үйімде өзімнің жақындарыммен, апаммен, анаммен, короче, ата-анаммен бірге тұрамын. И просто оларды мен видеода көрсетпеймін. Тек менің жаңа жылдық влогымда көрген шығарсыздар оларды. Мен Ерланның үйіне келіп қалдым. Ол менің үйімнің қасында тұрады, және бұл өте жақсы. Біз всегда таңертең сабаққа баратын кезде сонымен бірге барамыз. Мүмкіндігінше бірге барамыз. Кейбір кезде бірге бармаймыз, барамыз. Және мен бұрында осы жерде мына домда тұрған болатынмын. Қазір мен басқа жақта тұрамын. Біз жаңа келдік Ақтауға және Данияр Миғаламен кездестік. Біз ішінде жүрміз. Қазір міне мына жерден билет алайын деп жатырмыз. Билет бар деген үміттеміз. Негізі билеттерді алдық. Бизнес по Казахски-Ге в Африке. Қазір 6:30-да басталады. Осыны күтеміз. Және жақында мен осы киноға барамыз секілі деген. Және бүгін Ақтауда адам аз, өйткені бүгін будний күн, адамдар жұмыс істейтін. Менің екі керемет достарым өздеріне сок таңдап жатыр. Бәріміз бірдей пас. Неге сен андай алдың? Мен айтамын. Мен өзімнен де фьюз жидек түрін алдым. Олар мынандай түрін алды. Және мына жақтан енді қазір чипсы алуымыз мүмкін. Мен көптен бері чипсы жемедім, өйткені одан WhatsApp-тан қараған видео келеді, осы чипсы жайлы ішінен құрт шығады деген сияқты. Сондықтан жемей кеттім. Енді бүгін жейтін боламын. Осы краб түрін алатын шығармын. Или рифленый түрін. Көреміз. Мына жерде менің сүйікті мультсериалымның блокноттары бар. Мейбл Диппер және заттарынікі. Қайсын алайын деп жатсың? Монополия. Бірақ осы монополияны алу бірақ қарайған ақша тұрады. Американдық тәттілер. Қымбат тұрады, неше тұратын қараш. Мен алсам бәрін үйге шақыратын едім, осыны ойнау үшін. Не бәрі 22 мың теңге. Мен алғандықтарымның лейс, сок и құрт алдым. Біз қазір Марвиннің ішінде жүрміз, аралап өткен әлі жарты сағат бар. Қазір сағат 6-тан 10 кетті, біз барлық жерді аралап жүріп болдық. Енді уақытымызды өлтіру үшін хакке қарап жатырмыз. Және мына жерде менің айфондарға арналған сүйікті магазин IP центр. Бірақ оның ішінде көп заттар сатады, микрофон, бірақ олар қымбат тұрады. И то оның барлық айфонға арналған, және ішінде колонка, осының ішінде барлық күшті тұрады. Так что маған пиарға ішіне реклама жасап беріп, содан ақша төлеңдер. Балдар хоккейларын ойнап жүр.
Біздің киномыз әне бірінші этажда. Және қазір астына түсеміз. Біз кинотеатрдың типандай залына кірдік, бірақ әлі өзіне кірген жоқ. Біз залдың бәріне кірдік, енді адамдар отырып жатыр. Біз ең артына яғни 10-шы рядтан алдық. Және міндетті столдағы бүйтіп қойып кофе жіберуге болады. Хозяйка. Сәлеметсіз вообще. Ой. Guten Tag. Где ваш муж? Все понял. Біз кинодан жаңа шықтық және қазір енді мороженое алуға бара жатырмыз. Сенікі ненің дәмімен? Киви. Ал менікі черниканың дәмімен, ал Данияр арбузный алып жатыр. Короче, достар, мен Ерланды үйіне апарып тастадым, енді өзімнің үйіме бара жатырмын. Және олардың подъездері, яғни домдар жаңадан салынған болғандықтан, подъездерде жарық әрдайым осылай цвет жанып тұрады. Ал біздікінде всегда либо өшіп тұрады, либо біреу жасамай тұрады. Мен влогтарымнан көріп жүрген жеріңіздей. Және мен қазір үйге барам, сосын қайтадан Ақтауға барам, бірден алуға, сосын мамам жұмысына апарып тастаймын. Ой. Мен бұл жердегі подвалға түсіп кетіп. Оказывается, есіктің мына жақта екен ол. Мінекей дала. Дала бүгін қатты жылы да емес, салқын да емес. Міне мен өзімнің үйіме келдім, және мен өзім влогтарымның әр бөлігінде достар деп айта берем. Өйткені мен влогты мысалы 1 сағат, 2 сағат бөліп түсіргендіктен мен типа сендерді сағынып қалам, және достар деп айта берем. Ондықтан бұған назар аудармаңыздар. Мен өзімнің үйіме келдім, көріп тұрғандарыңызда мен қазір затымды алдым, және қазір дәл Ақтауға бара жатырмын. Сол жақта уже мен KFC алам. Короче, достар, мен Ақтауға келіп KFC алдым, яғни бұның ішіне қараңғы болса көрінбейді, яғни бұл жақта мінекей жарық жерге барайын. Бұл жерде 25 тауық қанаты мен чизбургер делюкс болды. Үйге барасын көрсететін. Достар, мен үйге келдім, жаңа сабағым заттарын барлығын дайындап қойдым. Және соткам зарядка толғанша сабақтарым, яғни дайындаған жоқпын, тек кітаптарын ғана алып қойдым. Ал қазір мен мана сендерге KFC-дан алған затымды көрсетіп, содан кейін жеп, видеоны монтаждағым келіп тұр. Яғни бұл жерде бізде чизбургер делюкс, сыр, сосын 2 кетчуп и картошка фри, ол кішкене суп қалды, және 0,5 пепси. Және бүгінгі менің кешкі асым, түнгі асым, мінекей осындай. Мінекей, достар, бүгінгі менің влогымда аяғына жетіп қалды. Сендерге надең ойдамын. Ұнаса созақтың жауатырған белгісін басып, менің арнама тіркеліп, және колокольчикті басып кетуді ұмытпа. Және де менің бүгінгі күнім өте қызықты болып өтті. Және бизнес по Казахски в Африке деген киноны көбісіңіз көрген шығарсыздар. Және мен бүгін енді қолым тиді соны көруге. Және ол өте қызықты, және бірақ мен үшін оның ішінде күлкілі сәттер аз болды. Сондықтан мен оған бір 10-ның ішінде 7 деген баға беремін. Және алдағы влогтарым да осылай қызықты болатын шығар, және ұнаса созақтың жауатырған белгісін тағы да басып